Қарызды әкелдің бе? Жоқ, тағы да 1-2 күн бере тұрыңызшы. Жоқ, мен саған жеткілікті уақыт бердім. Сол уақытта ақшаны төлемегендіктен үйінді тартып алам, түсінікті ме? Иә, жарайды. Ендеше бұл жерден кет. Енді үйімсіз не істейді екем? Не болса да енді көре жатармын. Білмеймін енді, осы жер жақсы ма? Бірақ әзірше ақша тапқанша дейін осы жерде тұрам. Так, жүгір, жүгірші, жүгір дейм. Ну. Так, бірінші орынға көрейік статистика. 1500 очко, бұл енді екінші орыннан явно көп. Бірінші орын. Так, что-то мен бүгін көп ойнақ қойдым, далаға шығып жұмыстарымды істеу керек еді негізді. Далаға барып, ауылдың жағдайын көріп қайтайын. Ё-моё. Стоп. Мынау не? Стоп. Есікті ашайыншы, аты дұрыс көрінбей жатыр. Оп. Ну, Жедел, сен неге мұнда... Неге сен мен үйімнің алдында мұнда үй соғып алғансың ба? Или не? Вроде бы сен нормальный үйім бар сияқты еді ғой? Вроде ол мен үйімнің арт жағында болған. Иә, сол жақта болған. Неге? Дәл қазір жетел, менің саған өте көп сұрақтарым болып тұр. Жетел, сен неге өз үйінде емес мына жердесің? Просто сенде өзінің жақсы үйім бар сияқты еді ғой? Батыржан, бұл саған айтқаным келеді, бірақ ол өте ұзақ әңгіме. Жоқ, жетел, бәрібір айта бер, мен сені тыңдап тұрмын. Ендеше жақсы айтайын. Қысқасы, бір ауылда бір жетел болды, и мен одан қарызға 2 кезін алғанмын. Бірақ та оның қарызын төлемегендіктен ол мен үйімді тартып алды. Егер қарызды төлесем, онда үйімді алам. Сен маған көмек бере аласың ба? Кешір жетел, бірақ мен саған көмектесе алмаймын. Себебі менде өзімде қазір өте аз ақша сен айтқанынан. Бірақ уайымдама жетел, мен саған қалай да болсын көмектесем. Так, бірақ мен оған қалай көмектесем? Соны ойлану керек. Так, ойлан. Так, не істесем болады, не істесем болады. Так. Так, оған көмектесетінімді ештеңе затын жоқ, телефоным по-любому экстра шықпайды. Так. Блин, оны қайдан тапсам болады бірақ? Иә, білем. Оның бәрі интернеттен іздеуге болады. Себебі интернетте прям бәрі бар. Так, стоп, интернет неге керек, когда менің ақылды миым бар? Хей, бәріне сәлем достар, сізден бүгін мен әдеттегідей Лейман, және де достар, бұл менің жаңа видеом. Бүгінгі видеода, достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай мен жаңағы жетелге көмек беретін боламын, Ал оған қалай көмектеседі десеңіздер, онда менің видеомда соңына дейін көріңіздер. Себебі менің миымда бір идея келіп тұр. Енді соны жетелден үйдің тартып алған жетелге қолдансам, онда ол точно көмектеседі деп ойлаймын. Ал ендеше достар, іске кірісейік. Айтпақшы, достар, енді мен арнам Батыржан емес, Лейман. Және де скинім өзгерт. Бұл туралы мен сіздерге бөлек видео түсіретін боламын, неге мен бәрін өзгерттім. Ал қазір іске кірісейік. Көргендеріңізде менде 3 изумруд 2 стақырда жетпейді, ато мен көмектесушем. Ал дәл қазір достар, мен сіздерге планды айтайын. Короче, достар, мен түнде барамын әлгі үйді тартып алған жетелге. Явно ол үйді арендаға береді өзін, ал өзі жетелден тартып алған үйде тұрады. Дәл сол уақытта мен түнде барамда, короче, мен типа оның ары атасыма, білмеймін енді бір привидение болам ба, солай істеймін, и соны қорқытып, возможно, ол үйін бергізеді деп ойлаймын. Но, достар, бұл план қатты сработать етпеуі мүмкін, но нақты тәуекел істеп көрейік. Мүмкін, достар, мүмкін бұл план сработать етуі мүмкін.
Неге мүмкін деп кеттім. Короче, достар, мен бұны істеймін, себебі мен жителге уәде бердім. Так, ал достар, қазір біз жителге барып, оған бүкіл планды айтайық. Жител, короче, мен саған үйінді қайтарып беруім мүмкін. Короче, мен түнде барам да, әлгі жител сен үйіне барам, и жител может сен үйінде ұйықтаса, онда түнде барам. Мүмкін елес болып, оны қорқытам да, сосын ол, возможно, саған үйін береді. Но, істеп көрейік, может, сработает. Жақсы Батыржан, ендеше мен саған сенем. Өтініш үйімді қайтарып берші, әйтпесе мына сасы жерде мен ұзақ уақыт тұра алмаймын. Бол топ, жител, уайымдама. Мен саған толықтай көмектесем. Айтпақшы жител, сенің үйің мен үйімнің артқы жағында ғой да? То мен ұмытып қалдым жоқта. Я, менің үйім сол жерде. Өтініш Батыржан, бол, сенің көмегің керек болып тұр. Так, достар, дәл қазір бізде түн болды. Енді мен қазір жителдің үйіне барып, оны бағанағы айтқан істеріммен қорқытатын болам. Бәлкім бұл бізге көмек беруі мүмкін. Достар, мен ары бері ойланып, мен елес болатын болдым. Себебі ата-баба деген енді шілей бір түрлі, сондықтан мен елес болуды таңдадым. Вот, әйтпесе ата-баба десем, ол маған сенбей қалуы мүмкін. Ал ендеше достар, дәл қазір біз іске кірісейік. Себебі уже түн. Так, достар, енді жолға шығайық та жаңағы кімнің үйіне барайық, жителдің. Далада кішкене енді түнде қорқынышты, бірақ бұл бізге әсер етпейді. Так, вроде жителдің үйі осы. Осы жителдің үйі. Енді тек кімді қорқыту ғана қалды, әлгі жителді. Достар, енді тек әлгі жителді күту ғана қалды. Так, достар, әлгі жител әлі жоқ, бірақ жақын манда келеді деп ойлайм. Жақын уақытта точнее, қайдағы манда. Енді тек күтеміз. Так, наконец-то үйге келдім ғой. Біреудің үйін тартып алған жақсы екен. Так, енді өзім ұйықтамасам, бүгінге шаршап кеттім. Қаншама арендаға үйімді бердім, изумруттар алдым, наконец. Так, достар, походу әлгі жител үйіне келді. Так, достар, енді іске кірісеміз. Достар, ол үйіне келіпті. Так, іске кірісеміз. Жетесіз неме? Бұл дауыстар үйден шығатыр? Әрине үйдің астынан. Сен білмеп педің? Бұл үйден тек бір егесі болған. Және де ол бұл үйін атадан бабаға, короче, ұрпағына қалдырған. Ал сен оның ұрпағынан емессің. Айтпақшы, бұл дауыстар қайдан шықты дедің ғой? Бұл үйдің астында зират бар. Және де бұл дауыстар сол жерден шығып жатыр. Білмеп педің? Жоқ, білмедім. Бұл үйді енді сол егесіне қайтасам, сіз мені мазаламайсыз ба? Әрине мазаламаймын. Сондықтан тез қайта. Жақсы. Так, достар, мынадан кейін әлгі жител енді үйді қайтармаса білмеймін қалай өмір сүреді. Так, әлгі жителге бар айтпасам, жител үйім болады енді сенде. Так, достар, енді мен үйіме барып өзім ұйықтамасам, шаршадым. Жител, өтініш мені кешірші. Өз үйінде ала бер, мен енді ол үйде тұрмай. Даже қарызды да қайтармай қой, жарай ма? Жақсы. Так, жителге айтпақшы ана жител үйін берді ма, бәрі сұрап көрейінші. Жота әлі бермеген сияқты ғой. Қалайсың жител, саған әлгі жител үйінді берді ма, әлі бермеді ма? Просто мен кешегі пландарымды істеген едім. Қалайсың Лайман? Маған үйімді берді. Дәл қазір мен заттарымды жинап үйіме барамын. Рахмет саған көп. Сен болмасам білмеймін не болар еді. Ендеше жител түсінікті. Оқасы жоқ. Енді сен үйім бар болғаны маған да жақсы. Жайтаны жител, мен үйіме барып, өз жұмыстарым бүгінше істей берейін. Жарай жител, сау бол. Жақсы Батыржан, сау бол. Саған көп рахмет. Так, достар, бүгінше біз жителге көп көмек қолын создық, және де бұл, достар, өте жақсы. Сіздерге айтатын достар, әрқашан адамдарға көмектесіп жүріңіздер.
себебі бұның бәрі жақсы іс. Ал достар, сіздермен бүгін болғанмен лайман. Сәлем, сау болыңыздар. Айтпақшы достар, сіздерге айтуды ұмытып кетіппін. Арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Сәлем, сау болыңыздар.